Қайырлы күн достар, пайдалы таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін тауықтың төс еті немесе басқа да бөліктер жарай береді. Етімізге паприка, тұз, чеснок, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, 1 сағат маринадқа қоямыз. Маринадталған етімізді қызып тұрған 200 градус пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Етіңіз ертерек піссін десеңіз, 5-6 бөліктерге бөліп алыңыз. Етіміз піскен соң оны суытып, суыған етімізді қойып қоямыз. Енді келесі соус дайындаймыз. Соусымызға қаймақ 20% аджика, 1 чайный ложка укроп және чесногымызды қосып, жақсылап араластырып, лавашымызға көкөністерімізді, етімізді, соусымызды қосып, жақсылап ораймыз. Орап болған соң қызып тұрған табада асты үстін аударып қуырып алсаңыздар болады. Менде ржаной лаваш, сіздер кәдімгі жыртылмайтын лавашқа орасаңыздар жақсы шығады. Оңай және тез дайындалатын таңғы асымыз дайын. Жасап көріңіздер. Пайдалы болса каналға жазылып, лайк басып кетіңіз.